12 маусым күні Үндістанда ірі әуе апаты тіркелді. Air India компаниясының Boeing 787-8 Dreamliner жолаушылар ұшағы Ахмедабад әуежайынан көтерілгеннен кейін апат сигналын берген. Бірақ оған қайта хабарласқанда ешкім жауап бермеді. Ұшақ жақын жердегі дәрігерлер тұратын жатақхананың үстінен құлаған. Ұшақ капитаны Сумит Сабхарвалдың 8200 сағаттық ұшу тәжірибесі болған, ал екінші пилот 1100 сағат аспанда өткізген деп жазады жергілікті баспасөз қызметкерлері. Air India таратқан ақпаратқа сәйкес бортта 242 адам болған, олардың ішінде 169 адам Үндістан азаматы, 53 Ұлыбритания азаматы, Канаданың 1 азаматы және Португалияның 7 азаматы болған. Жолаушылардың ішінде бүтін бір отбасы болған. Үндістандық ерлі-зайыпты дәрігерлер Пратик Джоши мен Коми Вьяс және олардың 3 баласы. Лондонда жаңа өмір бастамақ болған бесеу кешегі Үндістандағы ұшақ апатынан түгел қаза тапты. Марқұмдардың ұшақта түскен соңғы суреті әлеуметтік желіде кеңінен тарап кетті. Ұшақ апаты құрбандарының саны 294-ке жетті. Олардың 241-і Боингтің бортында болған жолаушылар мен экипаж мүшелері. Өзгелері жерде қаза тапқандар. 40 жасар Вишваш Кумар Рамеш Үндістандағы ұшақ апатынан аман қалды. Ұлыбритания азаматы Вишваш Кумар Рамеш Үндістандағы отбасына қонаққа барған және ағасы Аджай Кумар Рамешпен бірге Гетвикке қайтып бара жатқан. Ол апат кезінде көптеген жарақат алды, бірақ аман қалды. Ал басқа орында отырған ағасы көз жұмды. Ұшақ көтерілгеннен соң 30 секундтан кейін қатты жарылыс болып, ұшақ құлдилап барып құлады. Барлығы қас-қағым сәтте болды. Орнымнан тұрсам, жан-жағымда мәйіт шашылып жатыр. Қатты қорқып кеттім. Тұра сала жүгірдім. Айналада ұшақтың сынықтары жатты. Біреу менің қолымнан ұстап, жедел жәрдем көлігіне отырғызды. Ол мені ауруханаға жеткізді. Ұшақ апатына техникалық ақау себеп болуы мүмкін. Бұл халықаралық авиация сарапшысы Джен Вейдің пікірі. Айтуынша, әуе көлігінің құлауына бірнеше фактор себеп болған. Техникалық ақаудан бөлек ауа райының қолайсыздығы да ықпал еткен.